Вова ағаны көмекке шақырамыз деген журналистің үстінен қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Экспресска жазды. Вячеслав Инин есімді Facebook қолданушысы «Да здравствует Россия» жазбасымен пост жариялайды. Мұнда тұрған ештеңе жоқ болып көрінуі мүмкін, әркім өз ойын білдіруге құқылы. Дегенмен, мұның түбі араңдатушылыққа барып соқты. Европа Плюс радиосының қызметкері Любовь Панова Раушан есімді қолданушыны былай қорқытады. Біз үйдеміз. Көп сөйлей берсеңдер, Вова ағаны көмекке шақырамыз. Улы тілдеріңді қысқартыңдар, келімсектер. Арасында лексикалық нормаға сай емес сөздер бар. Қазір аталған дерекке қатысты қылмыстық кодекстің 174 бабы ұлтаралық алауыздықты қоздыру бойынша тергеу жүріп жатыр. Любовь Панованы Европа Плюс радиосының басшылығы жұмыстан шығарды. Ұжым өзінің бұрынғы қызметкерінің ойымен мүлдем келіспейтінін айтты. Әркім өзінің сөзіне жауап береді. Алматы қаласының полиция қызметкері Рүстем Әбдірахманов алдағы уақытта Любовь Пановаға қатысты түпкілікті шешім қабылданатынын айтты. Материалдың толық